Сәлем достар, сендермен Berrypix. Бүгін мен сендерге ағылшын программасын қай жерден тартуға болатынын айтам. Яғни сіздер сөздік жаттаған ағылшын тілін таңдайтын болсаңыздар, яғни ағылшын тілінен мұғалім болсаңыздар, не болмаса переводчик болсаңыздар, не болмаса ағылшын тілі сіздерге керек болса, онда сізге міндетті түрде сөздік жаттау керек болады, иә. Ал енді сіз телефон арқылы сөздік жаттайтын болсаңыз, онда қандай программа тарту керектігін білмей жатсаңыз, мен сізге міндетті түрде көрсететін боламын. Менде міне англо-русский деген словарь бар. Бұл офлайн режимде жұмыс жасайды. Өте тиімді, өте сөздік қоры мол сөздік деп айта аламын, себебі мен осыны жаттау арқылы сөздік қорым көбейді. Бұл жерде бәрі бар. Енді мен міндетті түрде бұны Play Market'тен тартып алыңыздар. Не болмаса мен мына Play Market бар, осы жерге англо-русский словарь десеңіз шығады. Не болмаса англо-русский деп жазып көрейік, шыға ма. Міне біз жазып көрдік, бірақ біздің жаңағы сөздігіміз шыққан жоқ. Қазір асты жақтарын көретін боламыз міндетті түрде. Себебі мен оны сіздерге ұсынып отырғаным, ол басқа сөздіктерге қарағанда өте таза сөздік. Сөздік қоры көп, әрі офлайн режимде жұмыс жасайды. Міне дәл өзі шықты. Англо-русский словарь смарт. Вадим Машнеттікі. Осыны тартып алыңыздар. Бұның түрлі түрі бар. Бұл жерде сөздік смарт сөздігі. Бұның көріңіздер, мынанша кітапшалар бар. Кітапшалар, электронды кітапшалардың. Осыны тартып алыңыздар. Не болмаса мен міндетті түрде осы YouTube-ның астына сілтемесін қалдырамын. Сол жерден сол сілтемеге кіріп осыны тартып алыңыздар.